Қайырлы күн, қалайсыздар? Бұл бізде басты прайм бағдарламасында талқыға түскен екі есептің біреуі. Алдымен ол видеоға назар аударайық. Сонымен Саясат мырза, міне 6-шы сыныптың математика пәні. Міне. Сонымен қантты, жоқ, бәлкім ятқа қалмайтын шығарсыз. Көріңіз шешіп. Қантты су ерітіндісіндегі судың массасының қанттың массасына қатысы 22 бөлінген 3 қатынасындай дейді. Қантты су ерітіндісіндегі қанттың концентрациясы неше процент? Ал бір оқып шығыңыз өзіңіз. Қарап болсаңыздар, енді сол есептің шешіміне оралсақ, қараңыз. Қантты су ерітіндісіндегі судың массасының қанттың массасына қатынасы 22/3 қатынасындай. Қантты су ерітіндісіндегі қанттың концентрациясы неше процент? Бұл жауаптары. Бұл есеп бізде математика бірінші бөлімі 67-ші бет Б деңгейінде 217-ші есеп болып келеді. Сыртта осындай кітап. Бұл бізде баспасы Атамұра, авторлары Алдамұратова деген. Қараңыз, осы жерде 67-ші бетте көрсетеді. Енді қараңыздар. Енді шығарайық. Қалай шығады? Берген осындай. Жалпы ерітінді деген не ол? Ерітінді ол дәл біздің жағдайда ол су мен қанттың қосындысы. Су мен қантты қоссақ не шығады? Ерітінді шығады. Енді сізге айтады, судың дейді, қантқа қатынасы қандай дейді? 22/3. Біз бұл есепті негізі екі жолмен шығарып алады. Мен сізге екі жолмен түсінемін. Біріншісі қарапайым теңдеу арқылы түсіндіруге. Қараңыз, мына 22. Білмейміз ғой қанша бөлік екенін нақты. Біз бұған 22x мынаған 3x дейміз. Енді су мен қантты қосамыз, судың орнына 22x дейміз, қантты орнына 3x дейміз. Ал осы екеуінің қосындысы ерітінді береді. Ерітінді ол бізде толық зат, ал кез келген толық зат ол бізде 100% береді. Яғни ол 100%. 22x'ке 3x қосақ 25x. Ол бізде 100%. Сәйкесінше x табу үшін 100-ді 25-ке бөлеміз, x-тен 4%. Енді бұл жердегі x-іміз 4%-ға тең. Жеке-жеке 4-ке көбейтсек, біз судың және қанттың қанша пайыз екенін таба аламыз. 22-ні 4-ке көбейтсек 88%, 3-ті 4-ке көбейтсек 12%. Енді 88-ге 12-ні қоссақ, қайтадан 100%-ық ерітіндінің шығады. Яғни бұл ерітіндідегі су 88%-ға құрап тұр, қант 12%-ға құрап тұр. Ерітінді екеуінің қосындысы 100%-ға тең. Сұрақ бізде қандай? Қантты су ерітіндісіндегі қанттың концентрациясы қандай? Қанттың концентрациясы 12%. Бұл бізде Б жауабы. Ал енді екінші әдіс, мен сізге пропорция арқылы шығаратын болсам, қараңыз. Су мен қантты қоссақ, 22x қосқан 3x болады 25x. 25x бұл бізде ерітінді. Ал ерітінді қанша пайызға тең? 100%-ға тең. Бізге сұрап тұрған не ол? Қанттың концентрациясы. Қанттың концентрациясы нешеге тең? X дегенде 3x-ке тең. 3x. Бізге осыны сұрап тұр. Бұл белгісіз. Y деп бар. Енді пропорция бойынша Y табу үшін Y-дің үстінде және жанында тұрған сандар өзара көбейтеміз. 3x-ке көбейтеміз 100-ді. Бөлеміз Y-ке қарамас тұрған санға 25x-ке. Мына жерде x пен x қысарып кетеді. 100 бен 25 қысарады. 25-25 көбейтсек 1, 100-ді 25 көбейтсек 4. 3-ті 4 көбейтсек болады 12%. 12%. Яғни қантты су ерітіндісіндегі қанттың концентрациясы 12%. Бұл бізде тағы да Б жауабы. Бұл есеп шынымен қиын ба? Әлде шығаруға бола ма? Қалай ойлайсыздар? Мен үшін бұл қатты қиын емес секілді. Себебі бұл бізде алғашқы 90-да берілетін пропорция және қатынас тақырыбында берілген. Солардың бәрін оқып болғаннан кейін бала ең соңында қайталау тақырыбында берілген. Яғни бір үйренген бала бұны екінші қайтара шығарып бере алу керек. Ал біздің курстарда біз бұндай есептер
бұл біздің ең оңай есептеріміз. Біз бұдан да қиын есептерді үйрететін боламыз. Тапсырманың берілу реті дұрыс құрастырылған ба? 6-шы сыныптың оқушысы үшін оңай ма мына тапсырма? Жоқ, оңай емес. Қалай құрар едіңіз сіз алдағы? Тепловоздың доңғалағы деген, иә, сіздікі? Тепловоздың доңғалағының шеңберінің ұзындығы 5-6 метр. Тепловоздың доңғалағы 60 рет айналғанда, оған тіркелген вагонның доңғалағы 140 рет айналады. Вагонның доңғалағы шеңберінің ұзындығын табыңыз дейді. Жаңылтпаш па? Сол бағдарламада пайдаланылған екінші есеп, мынандай 216 есеп. Тепловоздың доңғалағы шеңберінің ұзындығы 5,16 метр. Тепловоздың доңғалағы 60 рет айналғанда, оған тіркелген вагонның доңғалағы 140 рет айналды. Вагонның доңғалағы шеңберінің ұзындығын табылды. Осындай қарапайым есеп. Бұл қалай шығады? Бұл бізде пропорция екі түрі бар, тура және кері. Бұл жерде кері пропорцияны пайдаланамыз. Не үшін екенін қазір түсіндірем. Қараңыздаршы, бізде екі доңғалақ бар. Біреуі мынау тепловоздікі. Екіншісі вагондікі, яғни тепловоздың доңғалағы сәл үлкенірек болып тұр. Және тепловоз доңғалағының ұзындығы С тепловоз бар. Нешеге тең? 5,16 метрға тең. Ал бұл тепловоз неше рет айналады дейді? N тепловоздікі 60 рет айналады дейді. Бұл 60 рет айналған кезде екіншісі вагондікі N вагондікі айналады 140 рет дейді. Енді сұрақ мынандай. Осы вагонның доңғалаған ұзындығы қандай? Осыны табу керекпіз. Енді қараңыздаршы, тепловоз тұрады бірінші. Оның артында вагондар тіркеледі. Тепловоз да вагонда бірдей жүреді. Яғни сіздің тепловозыңыз алдыға ұзап кете алмайды. Вагон оның артына қалып қоятындай. Яғни екеуі де бір жүйеге қатысты, екеуі бірге жүреді. Сондықтан біз бұларды пропорциямен шығаруымызға болады. Бірақ ескеретін жайт, мына тепловоздың доңғалағы үлкен болғандықтан, оның айналым саны аз, 60. Ал вагонның доңғалағы кішкентай болғандықтан, оның айналым саны көбірек. Түсініп тұрсыздар ғой? Яғни қараңыздаршы, мына жерде тақтаның біткенге дейін мына кішкентай маркерді айналдыратын болсақ, осы жерден бастап бүйтіп ұстап. Өстіп айналдырсақ, ол мына жерге дейін 100 рет айналуы мүмкін. Ал егер біз мына затты айналдыратын болсақ, онда ол не істейді? Одан сәл тезірек айналады. Бір 10 рет айналдырсақ жету мүмкін. Мына 50 рет айналдырсақ жету мүмкін. Түсініп тұрсыздар ма? Себебі бұл ұзындығы үлкенірек. Мына жерде біз екеуі де бір жүйеге қатысты болғандықтан біз пропорция құра аламыз. Яғни 5,16 метр доңғалақ 60 рет айналса, 140 рет айналу үшін доңғалақтың ұзындығы қанша болу керек? Яғни біз бұның пропорциясы құрып алдық. Енді біз пропорция анықтаймыз. Бұл тура ма, кері ма? Бұл жерде яғни кері пропорция. Доңғалақтың айналым саны үлкейсе, оның доңғалағының ұзындығы кішірейеді. Яғни керісінше кетеді. Сол себепті кері пропорцияны пайдаланамыз. Ал кері пропорция кезінде алғашқы бөлігі тұра береді, кейінгі екіншісін орын ауысады. Яғни 5,16 мен x-іміз тұра береді. Мына жерде 140 жоғарыға, 60 төменге кетеді. Осы жерде x-ін пропорция заңдылығы бойынша табамыз. 5,16-ны 60 көбейтіп бөлшектің алымына жазамыз, ал бөліміне 140-ты жазамыз. 5,16 көбейтіп 60. Мына жерде өтір, өмірде 10 сан бар. Біз мына өтерін жылыштап, мына 0 жасақ болады. Яғни 60 деген кездегі 10-ды 5,16 көбейтіп бізде 56 шығады. 60-ның 10-ын алып тастағандықтан бізде 6 қала береді. Бөлімінде 140 тұра берсін. Енді мына жерде 56 мен 140-ты 14-ке қысқартсақ, 14-ке қысқартсақ 10 қалады, 56-ты 14-ке қысқартсақ 4 болады. 4-ті 6-ға көтсек 24, бөлімінде 10. 24-ті 10-ға көтсек 2,14 метр. Яғни вагонның доңғалаған шеңберінің ұзындығы 2,14 метрге тең екен. Бұл бізде шығару үшін біз пропорцияны пайдаландық. Бұл бізде бірінші тоқсанның аяғында берілетін пропорция тақырыбындағы есептері. Ал енді көрермен, сіз өз ойыңызды айтыңызшы.
Бұл есептер шынымен 6 класстың баласына қиын ба? Бұндай есептерді мектепте беру керекпіз бе, әлде бермеген дұрыс па? Бұл есепті шығара алған бала білім инновация лицейіне де, Назарбаев зияткерлік мектебіне де, Республика физика математика мектебіне, кез келген мектепке түсе алады. Балаңыз дарынды болсын. Рахмет.